Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Отан ТВ биліктің емес, халықтың қызметіне арналады. Ринат Заитовтың жазбасы әлі күнге дейін елдегі ең өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Расында халықтың қолдауына ие болған ақынды бүгінде қоғам белсенділерімен қатар заңгерлердің де қолдап жатқандығын айта кетейік. Белгілі заңгер Айгүл Орынбек ханым әлеуметтік желідегі парақшасына былай деп жазба қалдырыпты: «Тух шіркін, халықтың мәселесін көтермей бастарын құмға тыққан страустар сияқты тығылып отырғандар шыға бастаған ба? Әлде Ринат ағамның шындығы өздеріңе тиіп кетті ме? Балғынбек Имашев, Нұртас Иманбай, сендер алаяқсың деп аттарыңды атап түстеріңді түстеді ме? Аллаху акбар деп 5 уақыт намазын оқып, қолдарына автомат ұстап, адам өлтіріп жатқандарды қайда тықпақшыңдар? Өз балдарын Алла үшін құрбандық деп балталап шауып өлтіріп жатқандар бар емес пе? Қанды қаңтарда елімізді Аллаху акбар, такбир деп ойран салғандарды қалай жоққа шығармақсыңдар? Сол кезде неге үнсіз жаттыңдар? Тышқандар сияқты. Ринат ағам халықтың әлеуметтік жағдайын 85 мың теңгеге қалай күн көруге болады деген уәжін неге осылай қолдап көтермедіңдер? Өздеріңе сырт жақтан гуманитарлық көмек келіп жатқан соң ба? Менің өзіме көмек сұрап қаншама халық келген. Айгүл ханым, аузында Алласы намазхан болған соң сеніп қалдым ғой деп. Алла мен намазды өз арам пиғылына пайдаланатындар бар екенін жоққа шығара алмайсыңдар ғой. Дұрыс па? Өттерің жарылып кетсін. Қазір намаз оқып алаяқтық істеп жүргендер көбейіп кетті, дейді Айгүл Орынбек ханым. Ринат Заитовтың жазбасынан кейін әлеуметтік желіде намаз оқитын елге танымал азаматтар оған қарсы шыққан болатын. Солардың бірі Ринатпен үзеңгілес болған Балғынбек Имашев та болатын. Ринат райыңнан қайт, халықтың алдында кешірім сұра деген Балғынбек Имашевтың жазбасынан кейін Айгүл Орынбек оған лайықты жауап қайтарған екен. Балғынбек Имашевті шақырыңдаршы бері қарай, фактімен қойып берейін, өзіне көп алмасын. Аманаттан әлі ақшаларын ала алмай жылап жүргендер бар. Бәрінің арызын жинап қозғайтын болсам, алаяқтық бабымен тошыны қамалып шыға келеді. Ал аманат қауым бұл Балғынбек Имашевтің жобаларының бірі. Оның салымшылары маған шығып жатыр көмек сұрап. Балғынбек Имашев, сізге сеніп ақша салған денеңіздің бөлшектеріне ақшаларын қайтарып беріңіз, жылатпай. Ұят болады. Мына видеодан кейін намаз оқитындар алдамайды дегенге сенесіңдер ме? Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі қылмыстық істі неге қозғамай отырсыздар? Міндетті түрде халық өзін өзі өртеу керек пе? Бәрі арыз жазған екен, іс қозғалмай тұр деп жазып жатыр. Жылдам қозғап жіберіңіздер. Балғынбек ағамыз арнауын сот залында айтсын, дейді Айгүл Орынбек ханым. Расында аманат қауымға қатысты соңғы кездері елімізде даудың басы шыға бастағандай, оған салған салымшылардың ақшасы әлі де қайтарылмаған екен. Халықты өзінің биязы сөздерімен жылы сипап қоюға әдеттенген біздің ұйымдастырушылар тағы да сол әдетіне басыпты. Арасында Балғынбек Имашев ағамыздың өзі де бар. Халыққа ақшаларын қайтат, қалай болғанда да бұл істе біз жақсы жұмыс істеп жатырмыз деп ақталып қойған екен. Ал дәл сол аманат қауымды жасаған, жобаны ретке қойған және сол кезде басшылық қызметте болған белгілі меценат Көңілбай Шүкенов өзіне қатысты айтылып жүрген түрлі қауесеттерге жауап берді және бірге намаз оқып жүрген Балғынбек Имашев арқамнан пышақпен ұрды деп мәлімдеме жасады. Кейінгі кезде осындай сұрақтар көбейіп кетті. Аманат қауым және Аманат драйв деген көптеген жобаларды жасап шығардық. Біздің басты мақсатымыз баспананы, автокөлікті пайызсыз беру. Осы бағдарламаның авторы ретінде осыны жазған кезде өзіме тікелей пайда келсін деп күнімді көре алмай жүріп жазған жоба емес. Аманат тауарлық белгісі менің атыма патенттелген. Қазақстанның зияткерлік меншік құқығын алған, бірақ дауыс беру арқылы компания сізден кетіп қалады. Аты барда заты жоқ. Олар менен кеткеннен кейін атын өзгерту керек болған. Кез келген жобаны бастарда заң, маркетинг, экономика, стратегиялық даму жоспарларын жазып шығасыз. Сол кезде сырттан, іштен келетін қауіптер бар. Соның бәрін есептейсіз. Ең үлкен қауіп инфляция, девальвация деп санап келдік. Бірақ
бізге қауіп қасымда жүрген адамдардан келді. Бұл мен күтпеген оқиға болды. Мен ешқашан ойламаппын. Өзіміз құрған жобадан шеткері қалам деп. Елді пайсыз баспанамен қамтуға арналған аманат қауым деген жоба бізден бөлініп кетті. Өзім құрған жобаның қаржысы көбейгенде құжатқа жауапты қызметкерлерім қулықпен бөлініп кетті. Балғынбек Имашев. Ашығын айтайын, сол кезде Балғынбек маған хабарласып, сенің 10 компания ашатындай басың бар ғой, ақылға кел, аманат қауым деген атты бізге қалдыр деді. Мен келістім. Бірақ оларға қосылмаймыз деген 160 адамның ақшасын қайтарып беруді міндеттедім. Сонымен келістік. Мен өзімнің уәдемде тұрдым, ал олар сөзінде тұрмады. Адамдар баспана, көлік алуға сеніп қаражатын береді, ал қордағы есепшіден бастап жауапты адамдар жағдайды хабарлап отыру керек. Берілген тапсырмалар орындалып, жоспар жайлы біліп отыруым керек. Ал қордағы бірнеше әйел құжатқа тікелей жауапты болады. Кейінгі кезде олар есеп беруден жалтарып, түрлі созбалаңға сала бастады. Кейін маған қарсы неше түрлі компроматтар жинала бастады. Ақыры салымшылар да қордағы адамдар да екіге бөлінді. Елдің қаралауына ілесіп, аманат қауымда қалып қойған адамдар ақшаларын да, үйлерін де әлі ала алмай жүр. Заңға және ішкі жарғымызға сәйкес дауыс беру процесі болды. Заңгерлер оны өткізді, жан-жақтан адамдар келді. Бұл жерде халық таңдау жасады. Әрине басында 2000-дай адам маған дауыс беріп жеңіске жетуге дайын отырған сәтте өздеріңізге белгілі азаматтар маған қарсы шабуыл жасап, бірнеше жалған ақпарат шығара бастады. Сонымен көпшіліктің таңдауы бойынша аманат қауымның басшылығы, Алматы қаласындағы қыздар және менен жобаны алып қойған танымал адамдардың бәрі бірігіп бөлініп кетті. Командама қосылған адамдар көп құпияны білгеннен кейін, миллиардтаған ақшаны көргеннен кейін ойлары өзгеріп, жеке бөлініп кетті. Олар өздері ғана кеткен жоқ. Қордағы салымшыларды да алдаусырату арқылы өздерімен ерте кетті. Ең жаманы іштен шыққан жау жаман демекші, қасымда бірге намаз оқып, дастархандас болып жүргендер арқамнан пышақ ұрды дейді белгілі кәсіпкер. Осылайша Балғынбек Имашевтың сүттен ақ судан таза еместігін байқап қалдық. Мәжіліс депутаты Мұрат Абенов мырза да бұл іске қатысты тергеу жүргізу керектігін жазба арқылы жеткізді. Алдағы уақытта мән-жайды анықтайтын боламыз және міндетті түрде сіздерге хабарлайтын боламыз. Ал енді бір-екі ауыз айта кетейік. Балғынбек Имашев сондай-ақ өзге де белсенді азаматтар намаз оқып жүрген, 5 уақыт намазын қаза қылмай, елге қызмет етеміз деп жүрген адамдардың елді алдаусыратуына халық қашанғы кешіріммен қарауы керек. Аманат қауымның артындағы дәл осы былықтар бұған дейін де белгілі болған. Ал соны жасаған Көңілбай Шүкеновтың жазбасын жаңа сіздерге келтірдік. Бұдан кейін Балғынбек Имашев мырзаның да үстінен қылмыстық істі қозғау расында әділетті болатын еді. Айгүл Орынбек ханым да тегіннен тегін айтып отырған жоқ. Яғни арнауын бұдан былай сот залында айтып көрсін. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.